Қайырлы кеш. Бүгін тағы да тапсырған заттарымыздан тағы да жаңа заттар келді. Бүгін тағы не келген көрейік. Осы Pindodo'ның распировкасы. Кей кезде скотчтағанда өлтіреді Қытайлар. Крышкасын ашылмайтындай жасай ма бір ойлайсыздар? Біз жесткий дискіні флешкаға пайдалану үшін кәсіби магазиндерде жаңағыдай қанша 88 000 теңге 4 гигабайттық флешкаларды салып алып HDD сатып алып жатыр. Сондай HDD деген былайша айтқанда компьютердің қатты жады. Негізгі программасын жазатын домашний компьютердің қатты жадысы болып есептеледі. Соны флешка ретінде пайдалануға болатын мынандай құрылғыларды алдырғанбыз. Яғни мына зат компьютердің жаңағы қатты жадысына келеді. Мынаны компьютерге саласыз. И мынандай питаниясы бар. Питаниясы қасындағы зарядтауға арналған тесік бар, міне көріп тұрсыздар ма? Осыған қосу арқылы кез келген компьютеріңіз, мысалы домашний компьютер сынған жағдайда программасы қуа бастағанда енді ішінде материалдарыңыз қалады ғой. Соны енді қалай өзіңізде пайдалануға болады. Жалпы соны HDD деген жесткий дискінің өзін пайдаланып, осы құрылғы арқылы бір-біріне қосып пайдалана беруге болады. Оған мүмкіндік береді екен. Жалпы тауардың қорапталуы сынбай қауіпсіз жетуіне мүмкіндік жасалған. Бұл зат туралы мен Pindodo'дағы берген заказымды көрсетіп кететін боламын. Қандай товарға заказ берді? Екінші товар бізде мына жерде әрбір товардың ID коды бар. 36. Бізде бұл паскатқа арналған штатив болатын. Студияға арналған паскатқа арналған штатив болатын. Мінекей. Бұл жерде столға, кез келген затқа орнықтырғышы бар. Екіншісі кез келген микрофонды қысуға арналған. Жалпы көріп тұрсаңыздар, петличканы үш жерге қыстыра кетейін. Менде қазірге дауыс жазатын құрылғы осы ғана. Телефонға. YouTube'ға арналған ютубер болғысы келетін, болмаса подкаст жүргізгісі келетін, кез келген студияны жабдықтағысы келетін блогер жігіттерге сапасы жағынан мықты. Біріншіден сапасы жақсы, өйткені әртүрлі деңгейде қоюға мүмкіндігі бар. Барлық нелер жақсы, сапасы жақсы келді. Бұның бағасында көрсете кететін болам. Pindodo'да бағасынан бұрын сапасы тамаша екен бұл дүниенің. Жалпы әдемі. Сотканың оптикасы деп жазылған екен бұл дүние. Сотканың оптикасы дегенде
Bir кезде мына мобилограф жигиттер бар, билесиздер, телефонунда телефонго арналганда объектилер болгон. Телефонго арналган объектилер бар. Сол объектилер экен мынау. Ар түрлүү. Сотканын оптикасы деп койтун объектиси го. Кане. Үлкөйдү. Телефонго кыстырат. Бу жерде эки түрлүү өлчөмдөгү келген. Булай. Және де крышкасы бар екен, үлкөнүнүн. Мынаны алып тастап, менде кат істеп отыр екен. Орнына мынаны коюуга болот. Телефондун оптикасын коюуга болот экен. Азыр мен видеону 1 минутка токтотуп, оптиканы сап көрөм. Телефонго сап көрөм, көрөмүз эффектисин. Мынау бизде 360 градус деген болатын. 360 градустун эффекти берет дейт. Жалпы жан жактагыны дөңөскү көрсөтө ма, сондай бар. Сондай эрекчелиги бар. Енді екінші оптика үлкендеу. Мынау да 360 градусты көрсөтөт. Неде сыртта контент түсірген кезде, видео түсірген кезде жан жағыңызды әдемі көрсетеді. Бұл оптиканың тағы да басқа да түрлері бар. Мысалы, жарықты күңгірттендіретін, 4К видео түсіретін, кино түсіретін эффекті беретін әртүрлі өзіндік оптикаға арналған түрлері бар. Адамдардың камераға көбінесе мобилографтар жақсы білет. Студияда болсын, әсіресе видео түсірген кезде әртүрлі шырақтар пайдаланады, жарықпен ойнайды дегендей. Сол жарық арқылы адамдарға болсын, кез келген объектіге әдемі эффекті беру үшін шырақтар пайдаланады. Мына алдырған шырағымның да бағасын және де түрін жалпы түсіріп жіберетін болам. Не? Басқа. Мына түсіріп шыққан деген. Тесіп салды. Қорқының ішіне қорқы қазақ болам. Мына секілді йодный лампа. Мына жақта көмекшім бар. Арнайы көмекшілікке бітірген мамандығы. Йодный лампа. Осындай. Қазір эффектісін көрейік. Выключителі. Арнайы өзінің қосқышы бар. Bir тал зарядкасы бар. Зарядкасы Type-C. Так, бұның айрық қосқышы мына жерде. Енді шырақты көрдіңіздер ме? Ақ шырақ, сары шырақ, көк шырақ. Мынау сары шырақ, мынау көк шырақ. Жетімнің мын жақ қырынан түсірейік. Сарғыш, сарғыш, ақшыл, бір түрлі сары, көк. Және жарықтың әлсірететін, күшейтетін, әлсірететін түрлері бар. Вот міне. Әр түрлі реңде шығарады. Көрдіңіздер ме? Қызыл рең. Адамға эффектіне свет береді.
кээ бир студияларда түшүргөн жарыктардын адеми болатын себеби осундай шырактарды көп пайдаланат. Түшүнүктүү болсо, мына коёк. Ал келесі товар. Мындай 1 2 3 4 5 6 7 тесіктен тұрат. Арнайы компьютерге қосылат. Қазіргі таңда біз бұны жай ғана көрдіңіздер ме? Істеп тұр. Артында диодты лампа істемей қалды. Бұны компьютерге қосып көретін боламыз. Келесі затқа өттік. Сырты жұмсақпен қапталған. Қазіргі таңда кез келген сулпак, технодом, мечта болсын, сондай жерлерден программист болмаса, видеоны жасаумен айналысатын болмаса, мектеп мұғалімдері көп деген құжаттарды жинақтайтын мұғалімдер болсын, солар көбіне көп жаңағы компьютердің жады HDD-лердің ішіне көптеген нәрселер сақтайды. Кейін уақыт өте келе 5-10 жылдан кейін олардың барлығы домашний компьютер болғандықтан олар ескіреді. Қазір HDD қатты бөлшекпен сосын SSD деген екі түрі шықты. Соның бұрынғы HDD-леріне арналған мынандай қалып. Бұлайша айтқанда HDD-ді мынаның ішіне саласыз, мына қалыптың ішіне. HDD картаң компьютеріңіздің, домашний компьютеріңіздің қатты жесткий дискісін көрдіңіз бе? Арнайы орны бар. Жесткий дискін саласыз. Сөйтесте міне арнайы екі бас Type-C-ге арналған. Қазір компьютерлердің көбінде Type-C ғой. Аламыз да мына жағында Type-C-ге арналған тесіктен тығасыз. Сонымен бұл кәдімгі сізге флешкінің рөлін атқарады. Сіздің домашний компьютеріңіздің жады 500 гигабайт болуы мүмкін, 1 терабайт болуы мүмкін, 250 гигабайт болуы мүмкін. Мен бұрынғы компьютерлерін соларға салып, соларды лақтырып жібермей, болмаса қалай пайдаланамын, не істеймін деп жүрген жандарға өте ыңғайлы. Кішкентай қолданба кітапшасы бар екен. Бұның да бағасы мен суретін мен сіздерге көрсететін болам. Және де көрсете кетем. Тағы да көрсете кететін болам. Каспий банкте тура бұл емес, жай ғана жесткий мынау мысалы өзіміздің жергілікті технодом ба мечтаны ұмытып қалдым. Сол жерде 25 мың 29 мың теңге тұрады. Жай ғана дүние. Қосылуы да тым ерекшелігі жоқ. Бұл жерде кәдімгі USB жадысы арқылы. Бұның тәшін айтатын болсам, артқы жағын ашып жатырмын сіздерге. Алдыңғы жағын көрсетейін. Құрметті көрермен, қараңыз. HDD деген мынау. Сіздің компьютеріңіз бар ма? Соның жадысы. Кәдімгі жадысы. Ішкі жағы да тура сондай. Көріп тұрсыздар ма? Жай ғана қалып, тура осындай HDD-дің құрғақ өзін Каспий магазинде 4 терабайт, яғни 4000 гигабайттың бізде 88 мың теңгеге сатып отыр. Мынау 1 терабайт 1000 гигабайт
жай гана қалып және мынаумен қосқанда бұның бағасы 30 мың деп тұр. Ал мынаны мен ары кетсе 3 мың ба 4 мың теңгеге алдым. Бағасын нақтылап көрсетіп кететін болам. Ал мынаның өзін сіздер 10 терабайтын тура мынаның ішіндегі жесткий диски бар ғой, және көрсеткен ішіндегі HDD-дің өзін 10 терабайтын 10 мың гигабайтын мынаның 1 терабайттық біздің жергілікті магазиннен алған бағаға сатып аласыздар. Яғни 30 мың теңгеге былай да былай сатып аласыздар. 30 мың теңгеге алсаңыздар, 3-4 мың теңге қалыптасаңыздар, бір-біріне қосатын болсаңыздар 10 терабайт. Ал 10 терабайт емес, жай ғана ішіндегі қалыбы жоқ, жай ғана HDD 4 терабайттың өзі бізде Каспий магазинде 88 мың теңге көрсетіп тұр. Арада қаншама ақша. Бұны енді адам қиналған кезде, қажет еткен кезде кез келген адам сатып алады да жұмысын ары қарай жалғастырып кету үшін Каспий Ред, Каспий Голд 12 ай 24 айға бөліп алу деген секілді кредитке қадалып жатады. Мен өз басым қадалып жүрмін. Сондықтан сіздерге кеңес ретінде айтып жатқаным. Сосын мобилографтар, видеографтар көп қой. Видео түсіретін штативпен, әсіресе студия ашып отырған, ютубпен айналысатын жігіттер, телефонмен түсіріп жүрген жігіттер мысалы. Мысалы менің өзімнің бір ескі неден жердің тегістігін өлшейтін аппараттың астына қойған штативін бір кезде пайдаланып, басын пайдаланып жүрген. Соңғы кезде сол істемей қалды. Сонымен мынандай жай ғана басын табудың өзі маған қиынға соқты. Бізде жоқ. Бар болса бар шығар, бірақ мен кездестірген жоқпын. Міне сондай штативтің басына арналған құрылғы. Сапасы жаман емес, жақсы. Мынандай жерге қадауға болады. Мынаны өзіңіздің штативіңіздің теміріне қадап қоясыз. Например, қалаған бағытыңызда, міне, қалаған бағытыңызда қоюыңыз ыңғайлы. Екеуі бірге бір коробкадан шықты. Или былай қойғыңыз келмесе, штативке арт жағында да тоже сондай тесігі бар. Қатырып жібересіз де, қалған бағытыңызды қоя бересіз. Главный бұл жерде штативтің сирағы болса болды. Сапасы өте жақсы, темірлері мықты, сапасы әдемі екен. Бұның да бағасын көрсетіп кететін болам, құрметті көрермен. Сондықтан әрбір затты менің айтпақ болғаным, әрбір затты кей кезде қиналып, жаңағыдай қымбат баға алғанша алдын ала заказ беріп, он неше күн күтіп алғаныңыз баяғыда жақсы. Мынандай екі коробка келген. Бұлардың промокодтары қандай екен? Студия құрғысы келетін болмаса, белгілі бір контент түсіріп жүрген, белгілі өзінің кәсібіне байланысты, не болмаса тиктокта тұратын жастар көп, адамдар көп, үлкендер көп, кішілер көп дегендей. Сол кісілердің артқы жағына жаңағы жасыл фон өзгертіп тұратын жасау үшін автоматты арнайы бұл бар. Видеосын көрсетіп кететін болам. Бұның кәдімгі өзінің арнайы темірге арналған қыстырғышы бар. 4 қыстырғыш, 4 жерден. Не екен білмеймін. Одан да үлкені. Соңына қандырдым. Менің мынау тұрған шырақты көрдіңіздер ме? Мына тұрған шырақ міне тоже 4 тесікті. Бағасы өзіміздің кейбір алып сатып отырған
заказ беріп Қытайдан алып сатып отырған магазиндерде бір тал фотобокс суретін көрсете кететін болады. Мен енді өзім фотобокс деп жүрмін, мүмкін дұрыс емес шығар, атап жүрген атауым. Атап жүрген атауым дұрыс емес шығар. Бізде көбінесе қымбат. 26 мың ба сондай болатын. Тура сондай дүние. Тура сондай дүние. Қапшығымен бір сирағымен жарықтың сыртына келетін қалқаншасы. Тура сол міне. Мынау да қазір көріңіздер. Көрдіңіздер ме? Жақындата кетейін. Екеуі бірдей. Айырмашылығы жоқ. Ананың да сыртындағы қалқаншасымен сирағымен қосқанда 26 мың ба 27 мың ба 28 мың теңге қалған бір жыл бұрын. Мен соны Қытайдан алдырып отырмын. Бір бас кетті. Мен негізі 2 бас берген едім. 2 басты бірақ алып келдім екен мыналар. Мына соның сыртындағы іші жылтыр жарықтар кетеді. Мынаның ішінде тура сондай. Al bunu alayım dedi. Orada sağ jönde. Şimdi alayım. Bir bu var. Bu olsun dünya. Anlattım. Şimdi сондай жылтыр бар. Мен осындай басымен, сирағымен, мынандай бұлы жоқ. Мынандай ақ бұлы жоқ. Астында штативмен 4 шырағы бар басымен и ана секілді ақ лампымен бір талы. Ары кесі 500 теңге тұратын шығар. Әйтпесе 350 теңгеден оптимдарда толып тұр. Сонымен қосқанда 28 мың қалды. Ал нақтылы бағасын жазып беретін болсам, ол мөлшермен енді 80 юан, 7856, 5600, 7000, может 8000, может 10 мың теңгеге тұрады. Ал біздегі бағасы 28 мың теңге. Арада қанша баға? Бір есеге таяу. Баға айырмашылығы бар. Мынау жарықтың бетін көлегейлейтін зат. Жалпы видеомен айналысатын жігіттер, қыздар, болмаса студияда өзіне жеке бір студиясын ашып алып, жаңағыдай өзінің бренд товарын жүргізгісі келіп отырған жеке кәсіпкерлер болсын, үйіңіздің не болмаса магазиніңіздің бір жақ шетіне, әсіресе киім сатумен айналысатын осындай фотобокстан үшеуін 2-3 метр жер. Енді көбінесе 2-3 метр жерге сіздер тауар саласыздар ғой. 2-3 метр жерге жинастырып қойып, кеш жақын болмағанда бір арасында уақытыңызды шығарып, демалыс күндері барып, сіз жерден өзіңізге арнайы фонды жасап, сіз жерден локациялық фотоларды, видеоларды түсіріп, өзіңізге қызмет жасасаңыз болады. Телефонмен түсіресіз, телефонмен монтаждайсыз. Қап-қатты Құдай берген елдің бәрі біледі. Жұмыс жасай беруге болады. Сол әкелген заттарының бүгінше жаңағыдай таныстырылымы осымен аяқтайын. Әлі де маған келетін заттар бар, жоқ емес. Олар кеп жатса тағы да таныстыратын болам. Тағы да бұйырса алдағы уақытта бұдан да басқа заттарды, өзімнің алға қойған мақсатымдағы, бағытымдағы заттарды әлі де болса таныстырамын деп ойлаймын. Жақсы, келесі контентте кездескенше сау болыңыздар. Астағы пікір алаңына пікірлеріңізді қалдырып,
лайктарыңызды басып маған тіркеле кетіңіздер.